Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Есімбекова Майра. Бүгін сіздермен нағыз үлпілдеген әдемі бауырсақтың рецебімен бөліскім келіп отыр. Керек заттың бәрін видеоның астына жазып кетемін. Ең бірінші бізге ыдысымызға жылы су және сүт, үстіне ашытқы саламыз, тұз, қант салып араластырамыз жақсылап. Ішінде қанты, тұзы еру керек. Бұл жерде суымыз жылыдан кішкене ыстығырақ болу керек. Себебі сүтім бұл жерде менде суық болғандықтан суым кішкене ыстығырақ болды. Одан кейін үстіне кішкене ерітілген сары май және бір жұмыртқа салып араластырып бәрін електен өткізілген ұн саламыз. Ұнымызды елегімізден өткізіп дайындап аламыз. Менде бұл жерде 600 грамм ұн, плюс-минус ұн. Әр сорт әртүрлі болып келеді. Кейбіреулері көп ұнды, ылғалдықты жақсы көретін ұндар болады. Көп қосылады, кей кезде аз қосылады. Сол үшін шетінен салып отыруды сіздерге кеңес беремін. Міне алдымен осылай жақсылап араластырып аламыз қасығымызбен. Қалған ұнымызды салып, осылай жақсылап араластырамыз. Бұл қамыр кішкене ғана қолымызға жабысқақ болып тұру керек. Сол кезде үлпілдеп әдемі болып піседі. Міне қасықты алып тастап, қолымызбен осылай жақсылап илейміз. Егер де сіздерде жақсы миксер болса, Kenwood'тікі, KitchenAid, Smeg'тің кәдімгі столдың үстінде тұратын табасымен болады ғой, сондай болса, сол қамырды сомен илесеңіздер болады, өте жақсы. Себебі көп илеу керек, наны кішкене. Міне жаңағы 600 грамм ұнымды салғаннан кейін мен кішкене 30-50 грамм тағы да ұн қостым. Міне көрініп тұр. Осыны жақсылап илейміз. Қолымызға кішкене осындай жабысқақ болып келеді. Сіздер осы мөлшерден көп ұн салмаңыздар. Міне қазір көрсетем. Міне осындай болу керек. Кішкене ғана қолға жабысқақ болып келеді. Одан қорықпаңыздар. Міне кішкене саусағымда қалды. Енді осының бетін жауып, жылы жерге қоямыз. Міне осындай болу керек консистенциясы. Көп ұн салып жіберудің қажет жоқ. Осылай илегеннен кейін бетін жауып, жылы жерге қойып қоямыз көтерілгенше. Көтерілгеннен кейін міне осындай болып табамыздан алып, осылай екіге бөлеміз. Бір бөлігін жайып, кесіп, домалақ пішінде болады, өзіңіз қалаған пішінде кессеңіздер болады. Екіншісін қойып қоямыз да, біріншісін жақсылап жаямыз. Қатты қалың да, қатты жұқа да болмау керек. Аз ғанадан ұн сеуіп, жайып, кесінділерге кесіп, бетін орамалмен жауып қоямыз. Оға дейін майымыз ысиды. Осылай кесіп, бетін жауып қоямыз. Оға дейін отымызды жағып, газымыздың үстіне, отымыздың үстіне табамызды қойып, майымызды құйып, ысыта бастаймыз. Сол аралықта осы қамырымыз әдем болып көтеріліп тұрады. Отымыз
қатты лауламай немесе қатты сөніп жанбау керек. Орташа, мысалы сіздерде 9 не болса, соның 6-шы немесе 5-шісінде қуыратын боласыз бауырсақтарыңызды. Орташа отта пісіру керек. Және бауырсақты пісіріп жатқан кезде немесе отты көбейтіп, немесе азайту керек емес. Тек бір қалай тұр отыңыз. Сол бауырсақты пісіргенше аяғына дейін сондай отта болып тұру керек. Сіздерге түсіндірдім деген ойдамын. Міне осындай әдемі болып көтеріліп піседі. Отымызды немесе көбейтіп, немесе азайтпаймыз. Қалай тұр, солай тұру керек. Бір температурада болу керек майым. Сол кезде әдемі болып піседі. Міне осындай әдемі томпайып, қызарып пісті. Міне тағы да салып жатырмын. Көрдіңіздер ғой, орамалмен жауып қойғаннан кейін әдемі болып көтеріліп дайын тұрды. Көп уақытта керек емес болды. Тек майымыз ысып, бір температурада ысып тұрғанға дейін осы қамырымыздың беті жабық тұрады. Міне осылай бәрін пісіріп дайындап аламыз. Негізі қамырды жаңа көрсеттім. Көп ұн салудың қажеті жоқ, қыздар. Тек қана қандай мөлшерде керек, сондай ғана салыңыздар. Тығыз қылып істесеңіздер қатты болып қалады. Міне соңғы партиясын салдым. Міне осыншама бауырсақ пісті, дайын болды. Міне іші, көрдіңіздер ғой, іші осындай қуыс, және кейбіреулері осындай болып әдемі болып піседі. Дәмі енді өте керемет. Керек затты мөлшермен астына, осы видеоның астына жазып кетемін дайын. Қанша кеткенін. Міне ортасы осындай, дәмі енді керемет. Осы рецептпен жасап көріңіздер. Комментария астына жазып, мені қолдап, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Сіздермен болған Есімбекова Майра. Астарыңыз дәмді болсын.